Бәріңе сәлем, сендермен бірге мен Сүлейменова Еркеназ. Және достар, бүгінгі видеоменде конкурстың жауабы. Мен осыдан бір апта бұрын конкурс ұйымдастырған болатынмын. Және сол конкурстың жауабын бүгін анықтайтын боламыз. Кім жеңді екен, ендеше кеп. Достар, мен прекрасный маникюрмен назар аудармай қойыңыздар. Мен қазір жеңімпазды анықтайтын боламын. Сіздер сұрап жатсыздар, жеңімпазды қалай анықтайсың, сен өзің анықтайсың ба дегенде, жоқ, мен өзім анықтамаймын. Осы бір сайтпен анықтайтын боламын. Лиза Онайр, или білмеймін, қалай дұрыс аталады. Ой, мен бірдеңе білдірдім. Окей, бұл жерге өзіңіздің сол видеоның сілтемесін қалдырып, жеңімпазды анықтайсыз. Бұл жерде мен өзімнің YouTube каналымның сілтемесін қалдырдым. Енді осыны басып, қазір 3-ші орын жеңімпазын анықтаймыз. Артында менің видеом болып жатыр. Міне біздерде 3-ші орын жеңімпазы Кино KZ қатысам дегенде өзінің ВКонтакте желісін қалдырып кеткен екен. Ендеше көрейік, бұл біздерде барлық тапсырманы орындады ма екен, және спонсорларға және менің каналыма тіркелді ме екенін көрейік. Өкінішке орай, ол жерде қандай каналдарға тіркелгендігі көрінбейді. Сол себептен оның спонсорларға маған тіркелгендігін біле алмаймыз. Сол себептен де жеңімпаз болған жоқ. Біздер жеңімпазды қайтадан анықтайтын боламыз. Осыны басып, бұйдан. Али KZ дейді. Міне бұда көрініп тұр, кімге тіркелгендігі, солардың барлығын көруімізге болады. Бұл жерде міне мен көріп тұрмын, спонсорларға тіркелген, 2 спонсор тұр. Міне маған тіркелген. Сосын міне тағы да спонсор, міне спонсор. Тағы да спонсорлар болу керек. Міне спонсорлар. Міне. Достар, спонсорларға да менің каналыма да тіркелген. Өкінішке орай, тек ол ВКонтакте желісін қалдырған, сол себептен де Инстаграм желіме тіркелген, тіркелмегендігін көре алмаймыз, бірақ та бұл біздерде 3-ші орын жеңімпазы. Ал енді тағы да айналдырып, 2-ші орын жеңімпазын анықтайық. Лучшие подружки дейтін канал, мен қатысамын, инста парақшасын қалдырған. Бірінші YouTube каналын көрейік. Бұл жерде өзінің видеолары кімге тіркелгендігін көре алмаймыз. Өкінішті. Ендеше біздер тағы да новый жеңімпаз қарайық. Мөлдір Мейрам дейді. ВКонтактесінде Инстаграм барлығын қалдырып кеткен екен. Бірінші YouTube әрине. Ой, өкінішті, ол да кімге тіркелгендігін көрсетпей қойыпты. Конкурсқа қатысып жатқаннан кейін көрсетіп қою қажет деді. Бұл келесі адам. Міне бұда уже көрінеді кімге тіркелгендігі. Біз барлығын қарайық. Ой, понравившийся кіргеді. Қазір барлығын қарайық. Міне менің өзіме тіркелген екен. Сосын спонсорларды көрейін. Өкінішке орай спонсорларға тіркелмеген, тек маған ғана тіркелген. Сол себептен жеңімпаз бола алмай қалдым. Менің барлық шартты орындаңыздар деген болатынмын. Біз 2-ші орын жеңімпазын әлі анықтап жатырмыз. Міне достар, таптым, наконец-то. Мен бұл жерден көріп тұрмын, уже міне тіркелген. Міне тағы да спонсорлардың каналдарын көріп тұрмын, міне. Что-то мен өзімді ұрамадым. Міне менің өзіме де тіркелген екен. Бұл YouTube желісінде барлығына тіркелген екен. Енді ол инста парақшасын қалдырып кеткен. Қазір сол бойынша қарап көрейін. Маған тіркелген бекен. БГМ Гуин деген, мынада тоже сондай 05 дейді. Ол менің инста парақшама және YouTube каналыма спонсорларға барлығын тіркелген. Сол себептен де бұл бізде 2-ші орын жеңімпазы. Мен өзім бұған ВКонтакте желісінде не болмаса инста парақшасына жазып 1000 теңгесін аударып жіберетін боламын. Ал енді достар, біздер 1-ші орын жеңімпазын анықтаймыз. Бізде 1-ші орынға 2000 теңге беріледі. Кәнеке кім жеңімпаз болады екен? Мен өзіме де қызық.
YouTube желісі. Бұл жерде міне спонсорларға маған барлығында тіркелген екен. Бұл осы конкурсқа қатысу үшін арналған арнайы YouTube каналы сияқты. Чтобы шанс көбейту үшін 2 аккаунттан қатысқан сияқты барлығына тіркелген. Енді біздер қазір оның Instagram желісінде маған тіркелген бекен. Сосын қарап көретін боламыз. Міне, ол маған тіркелген екен. Ендеше бірінші орын жеңімпазы, мен сені құттықтаймын. Осылайша сен 2000 теңге жеңіп алдың. Мен саған инста парақшаны жазатын боламын. Достар, осылайша конкурсым аяқталды. Көптен күткен конкурстың жауабын шығардым. Және де конкурсқа қатысқан барлық адамдарға үлкен рахметімді айтамын. Осы видеоға лайк қоюды ұмытып кетпеңіздер. Және де келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.